Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа жабуға арналған өте дәмді сәбізден икра салатын рецептісімен бөлісемін. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге барлығын жуып тазалап дайындап алған сәбіз, қызанақ, болгар бұрышы, сарымсақ, ащы бұрыш, пияз және укроп қажет болады. Осылардың барлығын осылай ет тартқыштан өткізгенге ыңғайлы етіп кесіп алдым. Енді шетінен барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Бірінші кезекте мен сәбізді өткізіп алдым. Кейін болгар бұрышын барлығын кезегімен өткізіп аламыз. Және де пиязды да осындай ет тартқыштан өткізіп алдым. Сарымсақ пен ащы бұрышымды да осы пияздың жанына өткіздім. Кейін ең соңынан қызанағымызды осындай ет тартқыштан өткіземін. Барлығын ет тартқыштан өткізіп алғаннан кейін үлкен ыдысымызды газға қойып, бір осындай шыны сұйық май құйып, қызғаннан кейін ет тартқыштан өткізілген пиязымызды салып, араластырып, қуырамыз. Бір 3-4 минут аралығында қуырсаңыздар жеткілікті. Кейін ет тартқыштан өткізілген қызанағымызды салып, қайнатамыз. Қайнаған уақытпен санаған кезде бір 10-15 минут қайнатасыздар. Және де айта кететіні, осы қызанақты сүзгіштен өткізіп алсаңыздар өте керемет болып шығады. Мен бірақ бұл жолы өткізбедім. Міне қайнап шықты. Осындай 10-15 минут қайнағаннан кейін сәбізін саламыз да, ет тартқыштан өткізілген жақсылап араластырып қайнатамыз. Қайнап шыққаннан кейін газдың астын басып, баяу орташа отта бір сағат көлемінде қайнатамыз. Осы уақыт аралығында араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Міне менде 1 сағат көлемінде қайнап шықты. Ендігі кезекте ет тартқыштан өткізілген болгар бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, тағы да 15-20 минут көлемінде қайнататын боламыз. Бір қайнағаннан кейін дәміне қарай тұзын салып, тұзын татытып алатын боламыз. Тұзы да өздеріңіздің салаттың көлеміне қарай дәмін көре отыра қосасыздар. Мен 4 ас қасық қостым. Және де жақсылап араластырып қайнатамыз. Болгар бұрышын салғаннан кейін тағы да 15-20 минут аралығында қайнатып аламыз. Міне осылай қайнап шығады. 15 минут қайнағаннан кейін дайындап қойған сарымсақ, укроп және де ащы бұрышымызды саламыз. Және де домалақ қара бұрышымызды, лавр жапырағын саламыз. Тағы да бір 5-10 минут қайнатамыз. Сонымен біздің икрамыз дайын болады. Міне осымен біздің икрамыз дайын болды. Банкіге құя беруге болады. Міндетті түрде банкілеріңізді жақсылап жуып, крышкалары мен банкілерін стерильдеп алуды ұмытпаңыздар. Енді осындай стерильденген ыстықтай банкілерімізге икрамызды құйып, жауып тастайтын боламыз. Қыста таптырмас өте дәмді салаттардың бірі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалуы да оп-оңай, көп уақыттарыңызды алмайды. Міне осылай крышкасын жауып, арнайы банкі жапқышпен жауып аласыздар. Ешқандай да құрамына уксус, аспирин қосылмайды. Банкінің дұрыс жабылғандығын тексеріп, төңкеріп қоясыздар да, үстін қалың одеялмен жауып, бір күнге қалдырасыздар. Бір күн тұрғаннан кейін салқынырақ күн түспейтін жерде сақтайсыздар. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сіздермен болған Ақбота.